Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен бөлісетін пайдалы ақпаратым күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма жайында болмақ. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмын. Бірінші, құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екінші, фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Үшінші, ғалымдардың зерттеуі бойынша, құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дерттен ауру кем кездеседі екен. Төртінші, құрма құрамындағы магний бүйрекке, тас жинамаудың алдын алады, сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Бесінші, мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Алтыншы, дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Жетінші, құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Сегізінші, қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Тоғызыншы, құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Оныншы, құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп суықтаудың алдын алады. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады, дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін, тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалатын ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерінен ересектердің іші қатса, әлі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай-ақ құрманың құрамында қанттың көп болатынын ескеру қажет. Толық піспеген құрма асқазанда безердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар, қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне сеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макро элементтер бар. Денсаулықтарыңызға пайдалы құрма жемісін тұтынып жүріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.